Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен аяқтан шығатын жағымсыз иіс шуаштан құтылудың жолдарын айтамын. Аяқтан шығатын тер миллиондаған бактериялардың өмір сүру ортасы. Сондықтан бактериялармен күресу керек. Шуаштың негізгі себептері мыналар: жабық, тар, мезгілі өтіп кеткен аяқ киім, мысалы күздің аяқ киім, көктемде кию, көктемнің аяқ киім жазда кию деген сияқты. Аяқтың тыныс алуына мүмкіндік бермеу, синтетикалық шұлықтар, аяққа күтім жасамау, күйзеліс, стресс, толқу, тері аурулары. Иіс неден пайда болады? Жағымсыз иіс аяқ киім егесінің көп терлейтіндігінен шығады. Көп уақыт жаяу жүргенде немесе ыстық температурада ағза суықтап, қысымға түскен бұлшықеттер сөл бөледі. Адамның аққан терінің 98% судан, ал қалған 2% тұз, қышқыл, микроэлементтерден, гормон мен холестериннен тұрады. Осы құрамдар өздігінен жағымсыз иіс шығара алмаса да, ылғалды жағдайда бактериялардың құрбанына айналады. Сөйтіп, тер аяқ киім мен шұлыққа жаман иісті жұқтырады. Аяқтың сасымауы үшін оны таза ұстап, қажетті кезде аяқ киімді тазалап тұру керек. Аяқты таза ұстаңыз. Қаншалықты жауыр естілсе де, аяқ бір күнде бір рет сабындап жуылып тұруы керек. Ал жуылып болған соң аяққа арналған орамалмен, әсіресе башпай арасын жақсылап сүртуіңіз керек. Егер аяғыңыз жиі терлейтін болса, аяқты шаймен, емен қабығымен, лимон қышқылымен және ас содасымен жуып шайып тұрыңыз. Екінші, жусан шөбі. Оның өте пайдасы зор. Аяқтағы шуаш, сасық иіс, грибок көп терлейтіндерге толық айығуына көмектеседі. Тамыз айының аяғында піскен уақытта жинап алу керек. Бір бумасын көлеңкеде кептіріп, бір темір шелекке салып, қайнатып, шөбін алып тастап, шелектегі суды тазекке құйып, қан жылым болғанда 20 минут салып отыру керек. Кетпесе 1-2 рет қайталауға болады. Үшінші, фармидон. Бұл аптекада сатылады. Қолданылуы табаны қатты тершеңдігі үшін, сұйықтықтың аздаған мөлшерімен табанды тәулігіне 1-2 рет өңдейді. Төртінші, ас тұзы мен көкөніс крахмалын пайдалануға болады. Аяқты тұзды суға салып, жуып, башпайлардың арасына крахмал батырылған мақта тығып ұйықтаңыз. Бұл әдіс аяқ тершеңдігін төмендетеді. Бесінші, ванна қабылдағанда табанды пензамен уқалаңыз. Содан кейін 2 ас қасық соданы жарты литр жылы суға араластырып, аяқты қан жылым дайындаған суыңызбен шайыңыз. Аяқ киім ішін сыртын кем дегенде айына 1 мәрте жуып тұрыңыз. Егер жоғарыдағы тәсілдердің бәрі көмектеспесе, дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.